Сәлем достар, бүгін сіздермен бірінші апка мастер-классын бастағалы отырмыз. Сіздерді осы мастер-классында көргеніме өте қуаныштымын. Яғни біз бірінші апка мастер-классында осындай керемет шапка тоқып үйренетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін егжей-тегжейлі әдемілеп барынша анық түсірдім. Түсінбеген жерлеріңіз болса, кез келген уақытта WhatsApp-қа жазып сұрасаңыздар болады. Ал енді шапкамызды бастайық. Бірінші шапка мастер-классына қажетті құралдарды көрсете кетейін. Содан соң басынан бастап қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Бізге міндетті түрде жіп қажет. Яғни жіпті сіздер таңдауларыңызға қарай, бағасына қарай таңдасаңыздар болады. Мен 100% меринос жібін таңдадым. Яғни табиғи итальяндық жіп. Сіздер осындай табиғи итальяндық немесе жалпы 100% табиғи жіптер таңдасаңыздар, өнімдеріңіз өте әдемі, жұмсақ, бір тоқығанда да өте ерекше, күшті болып шығады. Ал енді ондай жіпті таппаған болсаңыздар, кәдімгі қарапайым жіппен үйрену үшін тоқи берсеңіздер болады. Жіп қажет бізге. Одан бөлек узорлар тоқу барысында немесе мынандай, немесе мынандай. Мынау именно біздің қоса узорын тоқуға арналған маркер. Осындай маркер алсаңыздар тіпті жақсы. Егер бұндай таппасаңыздар, мынандай кәдімгі қарапайым маркер ала салыңыздар. Одан соң бізге қайшы қажет және метр қажет. Біз ұзындықтарын қанша қажет, қанша тоқуымыз керек, соны өлшеп отыру үшін. Содан соң 4-ші размердегі, 5-ші размердегі спица және 3-ші размердегі резинасын тоқуға арналған осындай сымы бар спица. Сіздерде алынбалы, салынбалы спица болса тіпті жақсы. Ал егер ол жоқ болса, онда осындай қарапайым спицамен тоқи берсеңіздер болады. Сіздерге қазір ілмекті қалай аламыз, шапканы қалай бастаймыз, басынан бастап көрсететін боламын. Біз тоқу үшін жіп осындай домалақ жіп немесе дәу сопақ болып тоқылған жіптер бар ғой, иірілгенше. Сондай болсын. Біз матоктың мынандай сыртынан емес, ортасындағы несінен жіптің ұшын тауып аламыз. Егер осылай ортасынан тауып алсаңыздар, сіздерге жақсы. Мына қараңыздар, жіпті былай тартқан кезде ол жібіңіз өзі шыға береді. Ал домалағыңыз, клубыңыз жүгіріп кетпейді былай ойнап. Біз екі жіптің ұшын шығарып аламыз. Екі жіптің ұшын шығарып, біріктіріп, осындай екі қабаттап тоқитын боламыз. Міне бізде жіптің екі ұшы бар. Біреуі матоктан шығып тұрған ұшы, біреуі клубыққа жалғанған ұшы. Мынандай ара қашықтықтан біз енді үлкен размерге тоқитын болғандықтан 100 бас ілмек аламыз. Сол себепті мынандай ара қашықтықтан біразын қалдырып 100 бас ілмек алатын боламыз. Біраз жіпті оң жағыма қалдырдым. Енді қалай ілмек алуды көрсетемін. Мына жақта жіптің ұшы, мына жақта клубуктан шығып жатқан ұшы. Міне клубуктан шыққан ұшын, екі жіпте клубуктан шығып жатыр. Осыны былай 3 саусақтың арасымен сұқ саусаққа ілеміз. Сөйтіп, мына бас бармаққа ілемізді, мына екі жіпті. Мына клубуктан шығып жатқан ұшымен, мына бас жағынан шыққан ұшын екеуін мына 3 саусақпен бетіп қысып ұстаймыз. Қатты қыспаймыз және қатты бос ұстамаймыз. Қатты қысып ұстасақ, ол бірінші қатарымыз тоқылуы қиын болады және узорымыз әдемі шықпай қалады. Ал қатты босатып жіберсек, ілмектеріміз әртүрлі және тоқығанға өте ыңғайсыз болады. Міне осылай ұстап спицамызды алып, міне екі спицамызды біріктіріп ұстаймыз, себебі бізде бірінші қатарды тоқуға өте ыңғайлы болады. Ілмек алуды бастаймыз. Бас бармақ пен сұқ саусақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартамыз.
Содан соң бас бармақтағы жіптің астымен сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бас бармақтың астымен қайтадан шығарамыз. Мына бас бармақтағы жіпті жібереміз, бұлай тартамыз. Міне бізде алғашқы 2 ілмек пайда болды. Бірінші бастаған кездеріңізде осындай 2 ілмек болады, келесі ілмектердің барлығы біртіндеп алынады. Міне тағы көрсетейін. Бас бармақтың астымен кіргіземіз, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз, бас бармақтың астымен қайтадан шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, тартамыз. Міне бізде 3-ші ілмек кетті. Бізде шапқан тоқу үшін 100 бас ілмек қажет. Осылай 100 бас ілмек алатын боламыз. Сіздерге ыңғайлы болу үшін астынан үстінен көрсетіп жатырмын. Жалпы осылай қалған ілмектердің барлығын аласыздар. Қазір мен сіздерге 100 бас ілмек алып болған соң көрсетемін. Міне мен 100 бас алдым. Міне сіздерде 2 жіптің ұшы бар. Біреуі мотоктан шығып жатқан, біреуі мынау ненің ұшы, жіптің басы. Бұл жерде біз қазір спицамыздың біреуін шығарып аламыз. Содан соң сіздерге қалай домалату керек екенін көрсетемін. Қазір бізге тағы бір ілмек керек, 101 ілмек. Себебі қазір мына басы мен мына басын біріктіргенде ортада бір ілмек жабылатын болады. Сол үшін 101 ілмек, 101-ші ілмекті тағы біреуін қосамыз. Осылай қазір жіптің спицамызды шығарып аламыз. Содан соң ары қарай көрсететін боламын. Мына біз бір спицамызды шығарып алдық. Міне мына жіптеріңіз бұлай айналып тұрмасын. Міндетті түрде спицаны шығарып алған соң бір келкі етіп тегістеп аламыз. Содан соң мысалға менде мынау 100 сантиметрлік спицада, сол себепті мына басына жер жетпейді. Сол кішкене тоқуға ыңғайлы болу үшін мынандай ортасынан спицамызды бүйтіп тартып кішкене басына жеткізсек болады. Себебі қазір біз мына басы мен мына басын домалатып біріктіретін боламыз. Осылай істеген кезде де кішкене байқаңыздар, домалатып біріктірген кезде именно бұлай осылай ширатылып бірігіп қалмасын. Себебі кейін тоқу барысында ыңғайсыздық туады, ол жіптеріңіз айналып тоқу болмай қалады. Міне мен қойып алдым. Бірінші қатар өте қиындау болады, кішкене спицаға да, былай өзіңізге тоққанға да ыңғайсыз болып. Бірінші жіп тұра береді. Міне сол қолдағы спицамызды, спицадағы соңғы ілмек бар ғой, осы соңғы ілмекті мына оң қолдағы спицаға өткіземіз. Мына оң қолдағы соңғы ілмекті осының үстінен шығарып былай өткіземіз. Міне осылай жібере саламыз. Сосын мына жаңағы ілмекті қайтадан сол спицаға өткізіп қоямыз. Міне бізде домалақ пайда болды. Міне біз шапқамызды осылай домалатып тоқимыз. Кейін уже бірінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Мына жіп осылай тұра берсін, кейін оны біткеннен соң жасырып тастау керек. Ал енді тоқуды бастаймыз. Міне бізге маркер керек. Осы жерде біз енді бірінші басымызды бастайын деп жатырмыз ғой, бірінші қатарымыз. Сол үшін осын шатастырып алмау үшін қай жерден бастағанымызды осындай маркерді іліп аламыз. Бірінші қатар кішкене тоқу қиындау, бірақ қалған қатарлар өте оңай болады тоққан кезде. Бірінші ілмекті оң ілмек аламыз. Оң ілмекті былай ілмектің алдыңғы және артқы жағы бар дедік қой. Соның мысалы ортасынан кіргізіп артқы жағынан алсақ та оң ілмек болады.
және мына алдыңғы жағынан кіргізіп сұқсасақтағы жіпті тартсақ та оң ілмек болады. Бірақ біз қазір осы алдыңғы жағынан кіргізіп тартамыз, себебі іліп аламыз ілмекті, себебі бұл жерде біздің өрнегіміз түзу шығу үшін осылай жасаймыз. Терісті де бұлай міне ілмектің ортасынан бүйтіп кіргізіп тұрып теріс ілмекті алсақ болады. Бірақ бізде X болып оң және теріс узорларымыз әдемі тоқылу үшін артқы жағынан іліп алып, былай теріс ілмекті тоқимыз. Алдыңғы жағынан іліп алып, оң ілмекті тоқимыз. Сөзі міне көрдіңіздер, өріліп әдемі болып. Мына жерде оң терісті ажырату үшін міндетті түрде былай ғой. Қиылған жерін бөліп алып қойсақ. Міне теріс тоқылған кезде міндетті түрде мына жіп мына сол спицаның үстінде тұрады, ал оң тоқылған кезде астында тұрады. Соны білсеңіздер, оң теріс тоқып жатқандарыңыз шатаспайсыздар. Міне оң, енді теріс үстіне көтереміз және мына артқы жағындағы спицаның артқы жағы, ілмектің артқы жағымен алып теріс тоқимыз. Оң, алдыңғы жағымен, артқы жағымен теріс. Осылай соңына дейін тоқимыз. Міне қазір былай тоқып кеп, соңғы ілмекке дейін тоқимыз, сосын екінші қатарды бастаймыз. Сіздерге тағы кішкене көрсетейін, түсінікті болу үшін. Оң теріс тоқимыз біз. Резинасын тоқып жатырмыз қазір шапкамыздың. Сол себепті бір оң бір теріс тоқимыз. Осылай бірінші қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мына мен бірінші қатар тоқып біттім. Енді келесі қатарды тоқимыз. Міне маркерімізді қайтадан кіргізіп аламыз. Содан соң бірінші ілмекті бастаймыз қайтадан тоқып. Бірінші, екінші қатардағы ілмек алу, жаңа оң ілмек алуымыз бар ғой. Бағана бірінші қатарда көрсеткенде сыртқы жағынан, ілмектің сыртқы жағынан кіргізіп іліп аламыз. Теріс ілмекте ілмектің алдыңғы жағынан кіргізіп алып, сұқсасақтағы жіпті тартамыз. Осылай екінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарда сіздерге қазір көрсететін боламын. Осылай екінші қатарда да дәл бірінші қатар қалай тоқысаңыздар, дәл солай екінші қатарды да тоқып шығыңыздар. Міне екінші қатар тоқып біттім. Көріп отқандарыңыздай біздің резина пайда болып жатыр. Өріліп әдемі. Дәл осылай үшінші қатар және қалған қатарларда дәл осылай тоқитын боламыз. Қазір екі қатар тоқыдық, енді сіздер 16 қатар тоқисыздар. 18 қатарда кейін резинаның тегіс бүгілуі үшін, қайырлы үшін келесі әдісті көрсететін боламын. 18 қатар тоқып, видеоның жалғасын көріңіздер. Міне біз 18 қатар тоқыдық. Егер сіздер қанша қатар тоққандарыңыз шатасып жатсаңыздар, онда бұлай біліп алсаңыздар болады. Ең төменгі қатардан спицаны кіргізіп, соңғы тоқып тұрған жерден бұлай шығарасыздар. Тартқан кезде міне ортада қанша қатар тоққандарыңыз көрініп тұрады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. Менде 18 қатар тоқылды. Сантиметрмен өлшесек, бұл 8 сантиметр. Енді резинамыздың келесі жартысын тоқитын боламыз. Ол үшін бірінші бізде резина былай қайтарамыз артқаша. Сол кезде мынандай бірдір келгі қайтарылу үшін, мысалы мынандай қып, дәл осылай, осы күйінде осындай қып қайтаратын болсақ, бұл бір келгі болмайды. Сол себепті бізге тегіс әдемі қайтарылып тұру үшін біз бір қатарды былай тоқимыз. Маркерімізді кіргізіп аламыз. Осы тек бір осы қатардан бастап оңды теріс тоқимыз. Терісті оң тоқимыз. Кішкене қиындық туғызуы мүмкін. Теріс, оң. Міне, оң тоққан қатарымызды теріс тоқимыз. Теріс ілмекті оң тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне бір қатар тоқып біттім. Міне бізде оң тоқылған қатар ілмектерді теріс тоқыдық, теріс тоққан ілмектерді оң тоқыдық. Енді дәл осылай тағы осындай 18 қатар тоқыдық қой мына жерде. Енді мына бір қатар кетті. Енді 17 қатар дәл мына жердегідей. Мысалы мына жердегі терісті теріс, оңды оң тоқимыз. Терісті теріс, оңды оң. Осылай 17 қатар тоқимыз. Жалпы біздің резинаға резина 16 сантиметр болады ғой. Міне, көрдіңіздер ғой, мына жерге дейін оң болып келгендер теріс болып тоқылады, теріс болып келгендер оң болып тоқылады. Осылай, міне екінші қатарым бастадым мен. Енді 18 қатар болу керек қой, ол жалпы ше. Бірінші қатарын тоқыдық, енді 17 қатар тоқимын. Сіздер де тоқып болыңыздар. Содан соң келесі видеода узор жасауды көрсететін боламын.